Осылайша Ибн Халдун көпшілік арасында жалған ақпараттардың өте тез тарайтынын айтады. Мұндай жалған оқиғаларды ойдан шығарып көпшілік арасында тарату тыйым салынған. Себебі мұндай жалған әңгімелер адамдардың нәпсілеріне ләззат сыйлап, түрлі теріс ойларға жетелеп, қоғам өкілдері арасында кереғар пікірлер қалыптастырып, басқалардың абыройына дақ түсіруге қызмет етеді дейді. Адамдар өздерінің нәпсілік қалаулары мен еріктерін ақтау үшін, өмірінде жасаған пендешілік қателіктерін ақтау үшін осындай нәрселерді уәж етіп келтіреді. Сол себептен олар мұндай жалған әңгімелерді арнайы іздеп жүреді. Егер іздегенін өте нашар, тіпті дерексіз, лас жерден тапса да, соны өте белсенділікпен насихаттауға асығады. Мұндай жалған әңгімелерді арнайы насихаттаушылар баршаға аян, көпшілікке белгілі болған тұлғалардың өзге сипаттарынан сабақ алса жақсы болар еді дейді. Мысалы, бірдеңе десе, пәленше хан да сондай істеген екен ғой дейді. Мынандай десе, алаш тұлғалар да бұлай жасаған екен ғой. Бір ішіп жүрген адамға ішпесе іш десе, молдалар да ішеді дейді ғой деп. Сондай өздерінің нәпсілерін ақтау үшін осындай жалған ақпараттарға сүйенетіндігін айтады.